Алматыда Чемпиондар Лигасының плей-офф кезеңінің қарымта матчында Қайрат футбол клубы шотландиялық Селтикті пенальти сериясында 3-2 есебімен жеңіп, Чемпиондар Лигасының негізгі кезеңіне өтті. Қайраттың 21 жастағы қақпашысы Темірлан Анарбеков 120 минут гол жібермей 3 пенальтиді қайтарды. Өз елінде чемпион болғандар Чемпиондар Лигасында айқасады, ал өз елінде төмендеу дәрежедегі командалар Лига Европаға іріктеледі. Бұларға өту үшін де біраз тер төгеді. Қайрат Чемпиондар Лигасына жолдама жеңді. Енді 36 команда арасында жеребе тартылады. Осыдан дәл 10 жыл бұрын Қайрат командасы дәл осылай іріктеуден өтуге бірнеше командамен таласты. Сол кезде Қайрат командасы 2-0 ұтып келе жатқан, сосын 2-1 болып аяқталып, Бордо командасы қонақта гол соққан соң басымдылықпен жеңіп кетті. Бұл жолы тактикалық сақтық басым болды. Екі команда да алдыңғы кезеңдерге қателік жібермеу үшін күйзелгендей әрекет етті. Қақпашы Темірлан Анарбеков керемет өнер көрсетті. Бұл Қайратқа зор сенім мен шабыт сыйлады. Селтик есеп ашуға тырысса да, дәлдіктен жеткіліксіздігі алғашқы кезеңде әсер етті. Ойын тең дәрежеде өтіп жатты. Бұл үміттерді күшейте түсті. Қазір Қайрат УЕФА Чемпиондар Лигасының негізгі кезеңіне алғаш рет шыққан Қазақстан клубы. Бұл нағыз тарихи оқиға. Екі команда да ойынға сақтықпен кірді. Алғашқы 20 минутта екі жақта да біршама шайқалдасу мен бір қалыпты өтетін уақыт болды.